қайырлы күн қазақ елі. Қазақтың қыран ұшса қанаты талатын, құлан жұртса тұяғы тозатын, ұлан ғайыр шексіз даласы бүгінгі дүбірге толы. Өткені бабалар ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап аман алып қалған, кеңістікте құрылған тәуелсіз еліміздің бүкіл әлем дүние жүзіне танылып, олардан қолдау алуы бір ғанибет. Бүгінгі менің репортажым «Менің елім Қазақстан» атты тақырыпта болмақ. Павлодар жалпы орта білім беретін мектебінде әр болашақ ұрпақтың санасына туған елін, жерін шексіз сүюге, отанын, тарихын қастерлеуге және оның алдындағы борышын ақтауға тәрбиелейді. Менің туып өскен жерім Қазақстан. Қазақстанның байлығы өте көп және қазынаға бай ел. Қазақстандай жері шырайлы, шөбі шүйгін өлкені мен әрқашанда мақтан тұтамын. Қазақстанның кең даласындай байтақ дала еш жерде жоқ шығар. Ал біздің халқымызды атамекенді ардақтау сезімі өте терең деп ойлаймын. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өткенде де ата-бабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Өз елі үшін жанын да барын да аямаған халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, ана тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені отан біз үшін отандастық. Мен Қазақстан азаматы ретінде өз еліме қандай үлес қосып отырмын, сол туралы айтқым келіп отыр. Домбыра, мұнша шешен болдың неге? Күй толған көкірегің шежіремен. Сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағыма тиіп кетсе ішегіңе. Деп Қасым Маманжолов жырлағандай, қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен бұл өнерде бір шыңы домбыра күйлері. Бұл мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, түрленіп жеткен халықтың өзімен бірге дамып, қалыптасып отырған. Байырғы кезде қазақ үйінің төрінде әрдайым домбыра ілулі тұрған. Немесе үй ішінің біреуі домбыра күй шертпейтін отбасы қазақ арасында кемінде кем. Тәуелсіз елдің тәуелсіз ұландары өз елінің басына түскен қайғы қуаныштарына бей-жай қарамай, білімдерінің қатар білектерінде қатар дамытса, дербес болуға бағытталған егемен еліміз. Қазақстанды көркейтетін, шаңырағын биіктететін, байытатын, асырып өз бақытының иесі болуына қол жеткізіп отыратын, білім мен білік жолын таңдаған кейінгі ұрпақтар, яғни біз жұмыла еңбек етеміз. Қазақ халқының бірлігі одан әрі нығая түсу мақсатында еліміздің әр азаматы белсенді рөл атқару керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ендігі жеңісте ерлікте біздің қолда. Келесі кездескенше сау болыңыздар.